Владимир Путин Украинадағы қақтығысты тоқтатқысы келетінін айтты. Ресей Украинадағы қақтығыстың шеңберін айналдыруды емес, оны тоқтатуды көздеп отыр, дейді президент Владимир Путин мемлекеттік кеңес отырысынан кейін баспасөзге сөйлеген сөзінде. Біздің мақсатымыз әскери қақтығыстың дөңгелегін айналдыру емес, керісінше осы соғысты тоқтату. Біз бұған ұмтыламыз және неғұрлым тезірек болса, соғұрлым жақсы, әрине, деп келтіреді РИА Новости Ресей басшысының сөзін. Ресей 24 ақпанда Украинада әскери операция бастады. Владимир Путин оның мақсатын 8 жыл бойы Киев режимі геноцидке ұшыраған адамдарды қорғау деп атады. Украинада және әлемде Ресейдің әрекеті әскери басқыншылық, агрессия және Украинаға қарсы соғыс ашу ретінде бағаланды. Осыған байланысты көптеген батыс елдері Ресейге қарсы санкциялар салды. Европалық одақ Ресей Федерациясына қарсы 6 санкция пакетін қабылдады. Владимир Путин Ресейді тежеу және әлсірету саясаты батыстың ұзақ мерзімді стратегиясы екенін, ал санкциялар бүкіл әлемдік экономикаға ауыр соққы бергенін айтты.